Кеспенің қамырын дайындаймыз. Жұмыртқа қосып, илеп. Әбден iyi ұнғандырасыз ғой. Басып қоймыз ғой негізі. Иықану үшін аз уақытқа қойып қоямыз. Кеспенің қамырын жайып жатырмыз мұны. Міне қазақтың әдемі кеспе көжесі бұрқылдап қайнап жатыр. Ішінде азын-аулақ ет, түрлі сәбіз, картоп, түрлі дәмдеткіштер саламыз. Керемет ас болып шығады. Міне мынау кеспе көжеміз дайын болды. Мына азын-аулақ ет. Енді қазір дәмін көреміз. Бисмиллахиррахманиррахим. Керемет. Қымбатты тыңдармандар, міне және қайталап көрсетіп жатырмын. Міне осылай майдалап турайсыздар. Мынау қазір әсіресе қалалық жерлерде бұл ұмыт болып бара жатқан тағам. Енді ауылды жерлерде білмедім, әлде де болса бар шығар. Біз бала кезімізде анамыз осылай жасап беруші еді бізге. Қазір түрлі макарондар, түрлі вермишельдер бар. Сондықтан көбісі бұндай қолдан турамайды. Қолдан турасаңыздар өте керемет дәмді болады. Бала кезім, анам есіме түсіп, шіркін-ай, осындай бала кезімізде жеуші едік балалық шағымызда. Міне қымбатты тыңдармандар, қазір енді көбіне үйде отырып тапсырыс беріп, түрлі анау тамақтар көбейіп кетті ғой. Бургер, тағы да басқа да түрлі аттар бар. Енді оның бәрін атын тізбектеп айтамаймын. Көбіне балдар сондай алып жейді, ол денсаулыққа онша пайда емес. Мынау денсаулыққа пайдалы. Ал енді қазақ елі, қазандарыңыз оттан түспесін.